Серіктестер, құрметті әріптестер, барлықтарыңызға армысыздар. Бүгінгі кешкі вебинарымыз «Острова желаний. Тілектер аралдары» бағдарламасы туралы маркетинг план. Оған қосып полуостров бағдарламасының және мессенджер туралы айтқымыз келеді. Есімді таныстырып кетейін өзімді. Менің есім Бибігүл. Мен бұл компанияның ресми түрде спикері боламын. Қазақ тілінде ақпарат беретін спикері боламын. Бүгінгі тақырыбымыз тілектер аралдары. Естіліп тұрса, оны жазыңыз. Плюс санын қойыңыз, болмаса түр деп жазып жіберіңіздер. Көрініп тұрса, естіліп тұрса, оны қанекей жазып жіберіңіздер. Бағдарламамызды бастайық. Кеш жарық. Тамаша. Естіліп тұр, е? Тамаша, ондаша ашық деп жариялаймыз вебинарымызды. Бүгінгі күнде тілектер аралдар бағдарламасы. Сонымен, бұл бағдарлама ноябрь айының 25 күні 2019 жылы осы интернет жүйесіне ашылды. Микрофон. Қалай естіліп тұр? Көрініп тұр ма? Естіліп тұр ма? Соны бір жазып жіберіңіздер. Сосын бастайық. Тамаша. Естіліп тұр, е? Тамаша. Бүгінгі бағдарламамыз маркетинг план. Острова желаний. Бұл бағдарлама біздерге барлықтарымызға қазақ тілінде тілектер аралдары. Бағдарлама әрбір қалаушыға мүмкіншілігі берілген, ашылған. Бұл компаниямыз Rivercoins компаниясы әлемде 2019 жылы интернет жүйесіне танымалы болып келе жатыр. Бұл компаниямызда бірнеше бағдарлама бар. Соның ішінде осы тілектер аралдары. Бұл бағдарламаға халыққа қазір полуостров бағдарламасы ашылды. $50 тіркеліп, сіздерге бизнес құрып, тамаша қомақты чектер алып, және үлкен жетістікке жетуге мүмкіншілік бар екенін айтамыз. Сонымен, бұл бизнес негізі 6 аралдан тұрады екен. Полуостровқа $50 тіркелген сәтте компания сізге бірден бейне курс беріледі. Бейне курстарды өзіңіздің жеке кабинетіңізден көресіз. Оны өзіңіздің ноутбук, планшетке тартып алуыңызға болады. Сол бір сәтте компаниямыз негізі түрінде, ресми түрінде, заңды түрінде тіркелінген құжатымыз бар. Гонконгқа тіркелінген. Бұл компаниямыздың авторлық бейне курстары бар. Және бұл компаниямыз әлемге интернет жүйесінен барлық елдерге әрбір қала, ауыл, аймақтарда қазір жақсы танымалы болып келе жатыр. Бұл бағдарламаға $50 тіркелген сәтте сіздің жеке кабинетіңіз ашылады, бейне курсыңыз болады. Және бір серіктесті тіркеген сәтте ол да өзіне авторлық компанияның бейне курсын алады. Бұл кісінің де өзі жеке кабинеті болады. Сізге сол сәтте $50 бірден қайтып кабинетіңізге түседі. Демек, бағдарламаға
сіз салған ақшаңыз бір сәтте қайтып келеді. Тек қана 4 досыңызға ақпарат айтып жеткізсеңіз болғаны. Екінші, досыңыз тіркелген сәтте сіздің жеке кабинетіңізге $50 бірден тағы да жинақ тобына шотқа түседі. Үшінші, серіктестен сізге $50 шығады, оны шығарып алуыңызға болады. Өзіңіздің керекті жоспар құрып, қайда жұмсауыңызға болады, кабинеттен жеке электрондық кошелекқа шығарып, одан карточкаңызға шығарып ала аласыз. Төртінші, серіктестен тағы да $50 сіздің жинақ тобыңызға бірден түсіп, $100 сіз шығарып қаражат алып алсаңыз, екінші және төртінші бизнес орнынан $100 сізді бірінші аралға өткізетінін айтқымыз келеді. Демек, мінекей сіз полуостров бағдарламасынан түгелдей шығып бірінші аралға барасыз. Негізі, бұл маркетинг бойынша 6 арал бар. Сол әрбір серіктес бұл бағдарламаға тіркелу үшін міндетті түрде өз үйім бағдарламасына егері болуыңыз керек. Демек, сіз жаңадан енді ақпарат естіп, енді бастаймын деген серіктес болсаңыз, онда сізге $55 керек. $5 өз үйіме, $50 полуостровтан бастау үшін. Сонымен құттықтаймыз, мінекей полуостровты жауып толықтай бірінші аралға өтесіз. Бейне курстарыңызды жеке кабинетіңізде бірден көріп, тіркелген сәттен тартып алуыңызға болады. Бейне курстар сіздерді MLM жүйесіне, серіктестерді қалай табу, бизнеске жарнама қалай интернет жүйелеріне салу, сондай жақсы ақпараттар бар, соны ашып қарап үйреніп алуыңызға болады. Демек, бұл бағдарламада клондарымыз бар. Клон дегеніміз жеке өз бизнесіміздің жалғасы. Клон деген копия, клонирование, тура сондай бизнес орындар, олар сан ретімен ғана айырмашылығы болады. Жұпсанды клондар болады, тақсанды клондар болады. Жұпсанды клондар бірден сіздің өз кабинетіңіздегі, сіздің құрылымыңыздағы серіктестердің бос орнын жапса, тақсанды клондар өз алғашқы клондарыңызды жауып, сізге тағы да қосымша табыс әкеліп, және келесі аралға жылжуға, өз бүкіл командаңызға, структураңызға жылжуына көмек береді. Жақсы пайдасы бар екен айтқымыз келеді. Сонымен, мінекей бірінші аралға полуостровты түгелдей жауып келдіңіз. Бұл жерде әрбір аралда 4 бизнес орыннан бар. Бірінші аралға соңыңыздағы ең бірінші досыңыз 4 өзіне кісі шақырған сәтте, ол кісіде $50-дан 2 рет шығарып алады. $50-дан $100 жинап, сіздің бірінші аралға соңыңыздан жете алады. Сол сәтте маркетинг бойынша сол кісіден, сол бірінші досыңыздан сізге $100 чек шығады. Оны шығарып алуыңызға болады. Екінші досыңыз тура сіздей әрекет жасап, полуостров жауып, бірінші аралға келген сәтте сізге тағы бір $100 жеке кабинетіңізге жинақ тобына түседі. Үшінші серіктестен сізге $100 шығарып алуға мүмкіншілік беріледі. Төртінші серіктестен сізге тағы бір $100 жинақ тобына түседі. Сонымен, полуостровтан $100, бірінші аралдан 100, үшінші бизнес орнынан тағы 100. Не барлығы $300-ға сіз ие болдыңыз. Енді екінші аралға бірден өтіп кетуіңізге мүмкіншілік беріледі. Екінші арал толықтай жинақ тобы. Әрбір серіктестен сізге $200-дан жиналып, $800-ға сіз үшінші аралға да жете аласыз. Мінекей үшінші аралға келдіңіз. Сіздің соңыңыздан тура сіздей жасаған
ақпарат беріп әрекет жасап 3-ші аралға келген досыңыздан сізге бірден $500 ақшалай және 4 клон беріледі. Клондар 2-ші клон, 4-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші болып бөлінеді. Жұп санды клондарыңыз сіздің 1-ші аралдағы тұрған серіктестердің бос орнын жапқан сәтте олар да үлкен қуанышқа ие болады. Өйткені оларға $100 ақша түседі және жылжуға бос орындарын толтыратын айтамыз. Сонымен, ал жұп санды, тақ санды клондарыңыз өзіңіздің алғашқы клондарыңыздың астын толтыра бастайды. 2-ші бизнес орын 3-ші аралда сіздің бизнесіңізге тола болғанда бірден жеке шотыңызға $800 жинақ тобына түседі. 3-ші серіктестен сізге тағы да $500 ақшалай және тағы да 4 клон беріледі. Сонымен сізде 3-ші аралды толықтай жапқанша 8 клон және $1000 ақша түседі. Сіз түгелдей 3-ші аралды жапқанда 4-ші аралға да өтіп кете аласыз. 4-ші арал алғашқы 2-ші аралдай туры сондай жинақ тобы болып есептеледі. Әрбір серіктестен $1600 жиналып, сізді 5-ші аралға өтуге мүмкіншілік ашылады. Бұл бизнес тек қана сетевой бизнес деп айтпаймыз. Бұл бизнеске кез келген өз мүмкіншілігін, арманын орындау үшін мақсат қойған адам жете алады. Біз бұл бағдарламада студенттер де, мектеп оқушылары да қатыса алады, зейнеткерлер де және қызметшілер де, жұмыссыз отырған және кішкентай бөпесімен үйде декретный отпускта отырған жас аналар да осындай бизнес жасап, тамаша табысқа жетіп жатқанын айтқымыз келеді. Сонымен 5-ші аралға мінекей сізде келдіңіз. 5-ші арал толық маркетингті жабу үшін бірақ аттам қалды деген сөз. Сіз биіктен көрінесіз. Сіздің соңыңыздан бір серіктес келген сәтте сізге бірден $3200 және 32 клон беріледі. 32 клонымыз жұп санды тақ сандыға бөлініп, өз орындарын, бос орындарды толтырған сәтте барлық клондар 1-ші аралға түседі. Сол сәтте сізге қосымша тағы да $800 ақшалай түседі екен. Демек, бір серіктестен 5-ші аралда сіз бірден $4000-ға ие боласыз. Ал құтты болсын, одан 2-ші серіктесіңіз 2-ші бизнес орынды толған сәтте сізге жинақ тобына $6400 ақша түседі. Сонымен, бұл жерде клон келіп өте мүмкін, жоғары спонсордан да клон келеді. Өзіңіздің клоныңыз де алғашқы аралдарды жауып, 5-ші аралға келуі де мүмкін. Ол дегеніңіз, бұл клонды табыс алуға жақын қалған. 3-ші бизнес орын толған сәтте сізге тағы да $4000 ақшалай және 32 клон беріледі. Сонымен, мінекей 4-ші бизнес орында толуға жақын қалды. Оны да өз командаңыздағы серіктестер, сіздер табыс тапсаңыз, сіздер әрекет жасаңыз, тура сізді қайталаса, ол де осындай жетістікке жетеді. Сол сәтте сізге тағы да жеке шотыңызға $6400 жинақ тобына түсіп, сіз 6-ші аралға бірден өте аласыз. $12800-ға сізді 6-шы аралға өткізеді. Бұл жерде 6-шы арал соңғы арал. Бұның айырмашылығы неде? 6-шы аралға жеткен серіктестер бар ма екен? 6-шы аралдың табыстары қандай деген сұрақтар әрине әр адамның көкірегін мазалайды. Әрине, сүйінші хабарымыз бар. 6-шы аралға бүгінгі күнде өз командамызда, өз жеке структура командамызда бірден уже 20 шақты серіктестеріміз бар деп сондай толтырып айта аламыз. 6-шы аралға
жеткен сәтте соңыңыздан бір серіктес келгенде сізге бірден $9,000 ақша түседі. Оны де шығарып аласыз. Керек жарағыңызға жарата аласыз. Бұл жерде қатаң шарт жоқ. Автомобиль болмаса, үй болмаса, тағы бірдеңе алуыңыз қажет деген ешқандай қатаң шарт жоқ. Қандай жоспар құрдыңыз? Қайда жұмсағыңыз келеді? Соның барлығын өз қолыңызда, өз арманыңыздың, өз жоспарыңызды орындауға, сіздің ақшаңызды жеке шотыңыздан шығарып алуыңызға болады. Ал құтты болсын, оған қосып компания осы маркетинг бойынша бірінші бизнес орнынан 50 клон беріледі. 50 клонымыз тағы да 50-50 жұп санды тақсандыға бөлінеді. Бұл клондардың барлығы өз ретімен автоматты түрде бірінші аралға іске қосылады. Клондармен біз ешқандай жоспар құрып клондарды өз ретімен қоя алмаймыз. Ол не біздің, не сіздің, не спонсордың қолында емес. Бұл программа, система өзі ретімен бірден реттейді. Автоматты түрде жүйеге қосылып, іске қосылатынын айтамыз. Сонымен, мінекей 6-шы аралдың екінші серіктесі соңыңызға екінші бизнес орынға келген сәтте сізге бірден $12,800 табыс түседі екен. Әрине қуанышты хабар, әрине үлкен мақсатыңызға жете аласыз. Әрине осы $12,800 алған адам бар ма десе, я деп жауап бере аламыз. $12,800-ға біздің жоғары спонсорымыз де келді. $12,800-ды біз де алдық. $12,800-ды 2 рет алған серіктесіміз бар. Және $12,800-ды алған тағы да қыздарымыз, серіктестеріміз бар. Бұл өте қуанышты. $12,800-ды алуға біздің де структурамызда клон кеп тұрған серіктестеріміз тағы бар. Ол дегеніміз клонды осындай табысқа жете алатыны. Клонда сізге тура маркетинг бойынша осындай қомақты чектерді алуыңызға болатынын айта аламын. Клон деген өте тамаша. Ал клон күтіп жата берсем не болады десеңіз, көп ұзақ уақыт бекерге кетіп қалмасын, көп күтіп қалмаңыз. Одан да әрекет бүгін жасап, бүгін табысқа жетуге жоспар құрып, бірге бірігіп жұмыс істейік деп айтам. Және ки үшінші бизнес орын толған сәтте тағы да $12,800 чегінің иесі боласыз. Мінеки соңғы 4-ші бизнес орын толған сәтте клон келсе де, жоғары спонсордан клон келсе де, өз серіктесіңіз келсе де, бұл жерден тағы да $12,800-ға ие боласыз. Сізге осы ақшаның барлығы тезірек арада, осы жақын арада бұйыртсын деп айтқымыз келеді. Бұл мүмкіншілік шынымен рас. Бұл жағдайға жақсы адамдар жеткен көп адамдар бар. Сонымен бұл жерде 6-шы арал соңғы арал болса, сіздің бизнес аккаунтыңыз осындай табысқа жетсе, бұл аралға ендігі 2-ші клон, 3-ші клон, 4-ші клон, әрбір клон 6-шы аралға бірте-бірте жетеді. 6-шы аралға жеткен бизнес аккаунт әрине бұл барлық маркетинг бойынша өз ретін, өз миссиясын барлығын атқарды. Және сіздерге мол осындай жақсы табыс әкелді деп айтамыз. Сонымен, мінекей бұл маркетингте ең жақсысы, ең құдіреттісі клон екенін айтқым келеді. Енді қазір бұл маркетинг бойынша
қандай мақсат қоямыз, қандай дәрежеге жетеміз. Бұл осы полуостровтан бастасаңыз тезірек жете аласыз. Және өз үйім бағдарламасы сізге қосымша табыс әкеледі. Екеуі бірдей қатар жүріп отырады. Сол полуостров және свой дом бағдарламасына келген өз командаңыз, сол адамдар бірінші бағдарламадан да, екінші бағдарламадан да бірдей табыс әкеледі. Солармен бірге бірте жоғары үйге, жоғары аралға жылжи аласыз деп айтқым келеді. Сонымен мінекей қазір осы бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз бар болса, қоя беріңіз, жазыңыз. Әлде де қазір үлгереміз. Мен сіздерге мотивациялық видеоролик дайындадым және мессенджер туралы да айтып жеткізгім келеді. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Тілектер аралдары туралы. Рахмет, де жақсы, добрый вечер. Кеш жарық. Тамаша. Ендеше мінекей бұл бағдарламаның ең құдіретті клоны бар екені. Егерде сіздің серіктесіңіз сізді озып кеткен жағдайда, ол серіктеске сіздің клоныңыз көмекке бармайтынын айтамыз, иә? Енді сіздерге мысалы бұл компаниямыздың монета River TS коины, талк коины туралы тағы да уақытымыз әзір бар, соны айтып жеткізгім келеді. Ол үшін ең бірінші бұл компанияның монеталары туралы бейне роликті қарап тамашалап алыңыз, сосын мессенджер туралы тағы да ақпарат беремін. Ал енді сіздерге мессенджер туралы тағы бір ақпарат бергім келеді. Қараңыздар, қанша адамдар чек алуға мүмкіншілік бар екенін. Мынандай жас қызымыз видеоролик бейнесін көрсеткенін тамашалаңыздар. Мінекей, жап-жас қызымыз студент, Чечен Республикасынан Шали қаласында 17 жасар жап-жас сұлу ару 2222 монета мессенджер бойынша тапқан екен. Бүгінгі күнде бір монетамыз 0,64 цент болып тұр. Ал жақын арада бір монетамыз $1 болған күнде қанша ақшаға жап-жас студент қызымыз ие болады екен, иә? Осы мінекей чектің астын көріңізші, отправить, получить деньги, то есть мына жерде баланстан ақша шығарып алу мүмкіншілігі бар екенін айтқымыз келеді. Бірақ дәл бүгінгі күні әзірше шығармаймыз. Қазір тек қана жинақ тобына жиналып жатқанын айтамыз, иә? Өйткені біздің монетамыз жақын арада заңды түрінде құжаттары дайын болғаннан кейін биржаға шығады. Бір монетамыз $1 болады. Одан да өсетін шығар. $2, $3 болса қандай болады, иә? Чегіміз үлгіге береді, өсе береді. Сондай чекке ие болыңыздар. Қазір міне сіздерге бір бейне курстар, роликтарды көрдік. Енді жеке қалай тіркелуге болады, қалай қолдануға болады. Мінекей тағы да
қыздар сұрақ қойып жатыр екен. Не могу найти в мессенджере зарегистрированного партнера по реферальной ссылке. Гүлназ аха, қазір көрсетем қай жерден сіздің партнерларыңызды көретінін, қай жерде кімнің артына кім тұрғанын, қанша табыс түсіп жатқанын мессенджерді толықтай ашып түсіндіріп көрсетейін. Дәл қазір мінекей енді жеке парақшамызды ашайық. Добро пожаловать, River Talks. Мінекей көріп тұрсаңыздар, бұл River Talks мессенджерінің парақшасы, сайт осылай болып көрінеді. Өзіңіздің жеке электрондық поштаңызды ашасыз. Бұл компания rivermiles.com бізге почталық сервис ашып тұр. Соған тіркелуіңіз қажет. Бұл компанияның ұсынысы, бұл сіздің жеке кабинетіңізде жиналған ақшаның барлығы сақталып қалу үшін қорғанысыңыз. Егер де басқа электрондық почта Gmail, Mail.ru-ға тіркелсеңіз, онда сізге кепілдік бере алмаймыз. Сол үшін компанияның жеке rivermiles.com почтасын ашып, соған тіркелуіңізді сұраймыз. Сол почтамен болмаса тіркелген логиніңізді жазасыз және пароліңізді қойып, войти басасыз. Сіздің парақшаңыз ашылады. Сырт келбетіне бір қарасаңыз, сіздерге бұл Одноклассники сайтына өте ұқсайды деп айтсам. Мінекей қаншама адамдар маған сәлем деп хаттар жазып жатыр екен. Олардың барлығына да жауап беруге мүмкіншілігі бар болғанша дейін жауап беріңіз. Дәл қазір мінекей мен вебинар жүргізіп жатқанда кейінге қалдырдым, мінекей жауап қойдым. Өйткені бұл мінекей сіздің жеке парақшаңыз, өзіңіздің суретіңізді қоюыңызға болады. Мінекей профиль бастыңыз. Мен логинім және Бибігүл деп есімді жазып қойдым. Және өзіме өз үйім бағдарламасын, бұл халықаралық социалдық программа, жилищный программа, свой дом деп суретін және осы тақырыбымыз острова желаний суретін енгіздім. Өз жеке суретімді қойдым, және өзім туралы кішкене ақпарат жаздым. Неше жаста екенмін, қай қалада тұрдым, қайда тұрамын, соның барлығын толтыруыңызға болады. Қандай мамандығыңыз бар, қандай біліміңіз бар, соны жазсаңыз, сізбен танысатын адамдар көп болады. Ал достарыңыз көп болса, әрине сіздерге де жақсы, сізге, оларға да сізге де ақпарат алысуға өте тамаша болады. Сонымен суреттерді енгізуге болады. Мінекей сіздің суреттеріңіз салынған, достарыңыз, сіздің группалар, мессенджерге тек қана біздің компаниямыздың серіктестері тіркелу керек деген шарт ол да жоқ. Қатаң шарт емес. Бұл компанияға кез келген адамдардың барлықтары тіркелуіне болады. Және тіркеліп, өз жеке группасын ашса да болады. Мысалы, қараңыз, мына жерде парақшаның оң жағын, сол жағын қарасаңыз, группаның басыңыз. Группалардың қанша түрлі бар, Мінекей развлекуха, бриллиант лайф, заработок в интернете, фишки, выгодные дебетовые карты, турист, рассмешки. Тек қана свой дом туралы емес, көптеген компания. Бұл жерде басқа сетевой бизнеспен айналысатын адамдар өздерінің L-Club дейді, бизнес-групп, Кристалл, бұл жерде MV-де, Oriflame-де, G-Time-де, Atomy-де бәрі де бар екен. Олар өздерін жеке группасын ашып, сіздерге қызық болса, вступить басып, ішіне кіріп,
қолдануыңызға болады. Мысалы, біреуге косметика керек, біреуге тағы басқа керек, біреуге өзінің денсаулығын қорғау үшін сондай БА деген алғысы келеді. Егер де сіз жеке өз группаңызды ашқыңыз келсе, мінекей создать группу, соған басасыз. Жеке өзіңіздің группаңыздың есімін жазасыз және категория таңдайсыз. Өзіңіздің группаңыз туралы ақпарат жазып, создатьқа басасыз. Болмаса, мінекей мен өз жеке группаларымды ашып көрсетейін. Свой дом супер команда деп бір группа аштым. Туысқандарым деп, тағы да родные деп екінші группа аштым. Менің туған туыстарым осы бизнесті енді жақсы көріп, қолдап, әйтеуір осы мессенджерге тіркеліп, жақын бір-бірімізбен осы мессенджер туралы хат-хабар алысып, суреттер жіберіп, сөйтіп жақсы қарым-қатынастамыз және өз жеке ақпараттар ғана емес, мысалы суреттер, осы компания туралы мен осы жеке родные деген неме жібере аламын. Суреттерін де, ақпаратты да, олар да біздермен сөйлесуге олар да жақсы. Өйткені күндегінде туыс-туған ағайындар аман болайық деп мессенджер қолданып, байқуатты болыңыздар, амандық, саулық білдіріп, жақсы хабар, қуанышты той көп болсын, сүйіншісін компания береді деп, солай да бір жаздым. Енді ал егерде өз бизнесіңізді тезірек дамытуыңыз келсе, әрине бизнес туралы группа ашқаныңыз жөн. Мінекей мои группы екінші группамды да ашып көрсеткім келеді. Бұл жерде мінекей 328 уже адамдар тіркеле бастапты. Кіруі тегін, тіркелуі тегін. Бұл жерде де компания туралы ақпараттар және видеороликтар, суреттер, соны осылай салуыңызға болады. Қалай саласыз? Мысалы, мына жерде публиковать жібересіз, барлықтарына сәлем жазуға болады. Сәлем достар деп жазайық. Жазу жазғаннан кейін оны опубликовать бассаңыз, бітті, сіз сәлем жібердіңіз деп есептенеді, жазылып қалды. Комментарий қою үшін мынаның астына жақсы мекен, күшті мекен, болмаса жай де смайлик қоя салсаңыз де болады. Сол жеткілікті деп айтқым келеді. Мысалы, смайлик жібердік. Сонымен енді жаңағы Гүлназдың сұрағына қарайық. Гүлназдың сұрағы бойынша мен тіркелген партнерім қайда кетті? Суретке басасыз, настройкаға басасыз. Гүлназ, қарап алыңыз. Настройкаға басқанда мына жақ сол жағында настройки, безопасность, сол жерде партнерка. Оповещение астында партнерка деген жазу. Соны бассаңыз, сізге бірден өзіңізді кім шақырды, спонсорыңыздың аты тұрады, сіздің реферальный ссылкаңыз тұрады. Енді астында сіздің партнерларыңыз тұрады. Осылай партнерлардың кімнің артына тіркеліп еді? Мысалы, мінекей Айгүлдің астында Айбарша. Айбаршаның партнерысы барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Сіздермен бірге болған Бибігүл.